шығар дейді. Көрсеткіштік теңдеулерді шығару барысында біздің түпкі мақсатымыз оларды бір негізге келтіру. Енді дәреженің қасиеті бойынша 3-дің x дәрежесі көбейту 3-дің минус 1 дәрежесі тең 270. Ортақ көбейтішті жақсартына шығара салайық. 3-дің x дәрежесі ортақ көбейткіш. Демек 3 плюс мына 3-дің минус 1 дәрежесі жаңағы көрсеткен ереже бойынша 3-тен 1-ге тең. Тең 270. Мынарда 3-дің x дәрежесі көбейтілген. 3-тен мұнараға 3 келсе 10. Тең 270. Демек, x-ім тең болады 4-ге, себебі біздің негіздеріміз бірдей болды. Негіздері бірдей болса, көрсеткіш теңдеулерін, олардың дәрежелері теңестіріп шығара салуымызға болады. Келесі, енді мына көрсеткіштік теңдеудің мынадан айырмашылығы сол. Мында көбейтішке жіктеу арқылы, ортақ көбейтіш жақсартына шығару арқылы шығарсақ, мына жерде ондай жол берілмейді. Бұл жерде қарап тұрсақ, бір байланысты көру ол 2-ның x дәрежесі, 2-ның x дәрежесі. Енді бұл жерде 2-ның x дәрежесін жаңа бір белгілеуіңіз бар квадрат теңдеу етіп шығаруға болады. Міне. Демек, енді бұны шығарар болсақ, t1-іміз 2-ден 1 деген сөз. Демек, біз теңдеу шешіп жатырмыз ғой. T деп нені белгіледік біз? 2-ның x дәрежесін, 2-ның x дәрежесі тең 2-ден 1. Бұдан шығатын қорытынды 2-ның x дәрежесі тең 2-ның минус 1 дәрежесі. Бұдан шығатыны x-ім тең минус 1 деген сөз. Бірінші жауабымыз осы болды. T2-ім тең 4-тен 1 болды. 4-тен 1. 2-ның x дәрежесі тең 2-ның минус 2 дәрежесі деген сөз. Бұл дегеніміз x тең минус 2 деген сөз. Міне біздің қарастырып отырған функциямыздың негізгі біз тапқан нүктелері осы. Біз жаңағы теңдеуді шешкен кезде осы минус 2 мен минус 1-ді таптық. Келесі есебіміздің түрі мынадай екен. Енді бұл жерде логарифмдік теңдеулер шештейді. X-іміз үлкен болады минус 2-ден 1-ден. Себебі біз логарифм астындағы өрнек міне, яғни 2x плюс 1 үлкен 0-ден деген теңсіздіктен шығып отыр ғой. Логарифм астында теріс сан болмау керек деген қағида бойынша. Демек минус 2-ден 1-ден үлкен. Ал енді мынаны логарифм 5 негізді 2x плюс 1-ді өздеріңіз шешуді білесіздер. Біздің айтқан ережеміз бойынша, 2x плюс 1 тең 2-ның 5-дің 2 дәрежесі 25, 2-ның x дәрежесі тең 24, x тең 12. Міне, 12. Демек, бұл есептің шешімі осылай екен. Енді бұның примерный жауабын қарайтын болсақ, бір нәрсені түсінеміз. X пен ол 12 деген нүктеде, мына жерде 12 деген нүктеде қиылысады. Енді бұл функция өс бөлімі, кем бөлімі екенін біз мына жерден білеміз, Мына 5 деген негіз 10 болып тұр, бірден үлкен болып тұр, сондықтан бұл өс бөлім функция міне. Бұлай кететін функция. Яғни, ал мына бір x-іміз үлкен минус 2-ден 1 деген сөз, мына бұлай қарай кете береді. Мына жақтағы минус 2-ден 1 деген x бойындағы содан тек қана ары қарай кетпейді, одан аспайды деген сөз. Одан аспайды, мына минус 2-ден 1-ден ары қарай бармайды. Тек бұлай қарай барады деген сөз. Ал енді мына жердегі y пен қиылысуында табуға болады. Y пен қиылысуын табу үшін біз ол үшін y пен қиылысуын табу үшін біз x-тің орнына 0 береміз. X-тің орнына 0 беретін болсақ, міне мысалға 0 берсек, бұлай болады, логарифм 5 негізді 2x плюс 1 минус 2. Тең y қой енді. Мынаның орнына x-тің орнына 0 беретін болсақ, міне мына қағида бойынша y пен қиылысуын тауып отырмыз. Онда логарифм 5 негізді мынаға 0 берсек 1 болады, минус 2 тең y. Енді мынауың 0-ді берді, логарифм негізді 1 0-ге тең. Значит, y тең минус 2. Яғни минус 2. Яғни мына y өсімен ол минус 2 нүктесінде. Y бойынша минус 2-де қиылысады екен. Егер де бізге нақты мына y осьтермен қиылысуын тап дейтін болса. Анықты ғой. Біз теңдеуді ғана шешіп қойған жоқпыз. Сондай-ақ графигін мысалға А пункті теңдеуді шешіп болса, Б пункті графигін схемалы түрде салдық графигін. Енді мына теңдеуді қарайық. Бұл теңдеуде де сондай бір қиын дүниелер ештеңке жоқ. Енді ең бірінші қағида ол анықталуы болса, x-іміз 0-ден үлкен болу керек. Мынау бойынша x-іміз 6-дан үлкен болу керек. Енді екеуінің ортақ қиылысатын жері x-іміз 6-дан үлкен болу керек. Демек, қазір бізді есепті шығарғаннан кейін біздің жауабымыз 6-дан үлкен болу керек. 4 негізді осылай.
Енді x квадрат минус 6x тең 4-тің квадраты 16. X квадрат минус 6x минус 16 тең 0. X плюс x1 плюс x2 тең вет бойынша шығарайық. 6-ға x1 көбейту x2 тең минус 16-ға. Бұл деген сөз x1 тең 8, x2 тең минус 2 деген сөз. Солай емес пе? Енді, демек 8 бен мынадай есеп шықты. Енді анықталу облысына жүгінеміз. Анықталу облысы бойынша бізде 6-дан үлкен болу керек. Демек, мына минус 2 деген жауабымыз бөгді. Жауабы сол кезде тек қана 8 болады. Иә? Түсінікті ғой? Келесі, теңсіздіктер жайлы айтпақпыз. Теңсіздіктерге тоқталатын болсақ, көрсеткіштік теңсіздік өспелі функция етіп жасап алайық. 2-нің минус x дәрежесі болады мынау. Кішіне тең мынау 128 дегеніміз ол 2-нің 7 дәрежесі, бірақ ол астында тұр, сондықтан 2-нің минус 7 дәрежесі деп алайық. Сол кезде минус x кіші минус 7-ден. Енді x-тің өзін табу керек болса, бұны біз минус 1-ге көбейтіп атырмыз. Сол себепті x үлкен 7-ден болады. Демек, бұл есептің жауабы x үлкен 7-ден. Мына есепте логарифмдік теңсіздікті шешіңіз дейді. Логарифмдік теңсіздікті шешкен кезде біз мынадай жүйе шешеміз. Ең бірінші анықталу облысы мынауымыз 0-ден үлкен болу керек. Екіншісі x плюс 1 бұл минус 1-ден үлкен болу керек. Енді үшінші, мына логарифмдер негіздері бірдей болып тұр, сондықтан логарифм 5 негізді x көбейтілген x плюс 1 үлкен логарифм 5 негізді 2 деп шығарамыз. Енді мұны екеуінен шығатын қорытынды x-іміз 0-ден үлкен болу керек деп тұрған сөз. Себебі минус 1-ден үлкен, 0-ден үлкен. Екеуіне ортақ шешім 0-ден үлкен. Ал мына жерде логарифмдердің негіздері бірдей, және логарифмдердің негіздері 1-ден үлкен, өспелі функция логарифмдік. Сондықтан логарифмдер екі жағында өспелі функция болғандықтан біз осы логарифмдағы астындағы өрнектерді ғана мына теңсіздің таңбасын ешқандай өзгертпей осылай жаза аламыз. Демек, мынау 0-ден үлкен, ал мынаны шешер болсақ, мынаның түбірлері x бірінші тең минус 1, x екінші тең 2. X үлкен 0, мынаны көбеткіштерге жіктейік. Таңбасын анықтау үшін. Бізге мына оң аралық керек қой. Сондықтан x плюс 1, x минус 2 деп жіктейміз, е? Бірінші мына анықталу облысы 0-ден үлкен. Енді теңсіздіктің өзін шешіп жатырмыз. Плюс минус плюс болады. Таңбасын өздеріңіз дұрыстап қарайсыздар. Бізге қажет жер мына ара болып тұр. Мына аралықтар. Енді екеуіне ортақ шешімді аламыз. Себебі теңсіздіктерде бұл қандай жүйеде болсын, екі жақ бірдей келісімге келу керек. Келісіп пішкен тоң келте болмас дейді қазақ. Сол себепті міне екеуіне ортақ шешім ол 2-ден плюс шексіздік аралығында екі теңсіздікте риза екен. Келесі есепті өздеріңіз соған қарап отырып шығаратын боласыздар. Жақсы ма?